Сіз білмейтін YouTube'тың сұмдық тұсы да бар. Қауіпті ютуберлер, немесе жалпақ тілмен айтқанда, жеке өмірін YouTube'қа жария еткен қорқынышты оқиғалар. Big Money Tea деп аталатын YouTube арнасы. Басты кейіпкеріміз арнаның авторы Трент Пашал. Ол орта жастағы отбасын құрған ересек адам. Big Money арнасы автор үшін күнделікті жұмыс барысындағы істерді видеоға түсіріп жүктейтін жер іспеттеседі. Арнадағы контенттің көбісі де техникалық, радиотехникалық құрылғыларға арнап түсірілген. Отбасылық жағдайға келер болсақ, Тренттің жанұясында өте сұлу әйелі мен 2 баласы бар. 2020 жылы біз айтқалы отырған оқиғамыз орын алды. Тренттің арнасына ерекше видео жүктелді. Видеоның тақырыбы толықтай оның қызының есімінен тұрады. Бұл арнаның ең сұмдық тұсы да осы бейнероликте. Баршаңызға сәлем, сіздермен Асия. Сіздердің қолдауларыңызбен 4000 оқырман санынан асты. Сіздердің жазған әрбір қолдауларыңыз, пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды, мені шабыттандырады. Сол үшін де сіздерге алғысым шексіз. Егер арнама алғаш кірген болсаңыз, қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Қолдау көрсетіп, лүпіл баса кетіңіз. Бұл бейнеде сіз білмеген YouTube'тың тағы бір сұмдық тұсын айтатын боламын. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Қазіргі таңда YouTube тарапынан бұл канал өшірілген. Видеоның қысқартылған нұсқасы кей әлеуметтік желілерден табуға болады. Бейнероликте Трент әйелін көзіне шөп салып жатқан жерінен ұстап алғандығын жариялайды. Бірақ бұл жағдайда Тренттің өзі зардап шегіп тұрған секілді болып көрінеді. Дауысы қарылып шыққан әке алдымен қызына жылы лебізін білдіріп, сені қатты жақсы көремін деп қайта-қайта айтумен болады. Келесі сөздерінде Трент сұмдық жайтқа тап болғандығын және өзінің жасаған ісіне қатты өкінетіндігін жеткізеді. Балаларына өзінің өсиетін айтқандай түсіндірме жасап жатқан Трент әйелінің көп жылдар бойы өзіне сатқындық жасап келгенін, әрі оның әйеліне еш жаманшылық жасамағандығын айтады. Бұл видеоға қарап Тренттің ақталып тұрғандығын түсінуге болады. Бір түсінбейтін тұсы сол, ол неге сонша ақталуда? Әрине, мүмкін ол ендігі әйелімен ажырасамын, соған балаларым мені кінәламасын деп жасап жатқандай. Бірақ жағдайдың ауырлығы бұдан да жоғары. Тренттің бұл видеосының YouTube'қа салынатындай реті болды ма? Негізінен көзге шөп салу бұл отбасы ішінде талқыланатын жағдай. Қандай жағдай болмасын, үйдегі әңгіме сыртқа шықпасын деп те жатады ғой. Оқиғаны сіздерге толық ашып айта кетсек, 2020 жыл 19 қазан Саваннаның өзіне сатқындық жасап жүргенін білген соң, Трент үйдің ваннасына тығылып жатады. Ваннаның пердесін толығымен жауып, жемтігін аңдыған жыртқыштай Саваннаның үйге келуін күтеді. Әйелі үйге бейқам түрде келіп, ваннаға кіре бергенде атып шыққан Трент әй-шәй деместен қолындағы тапаншасымен Саваннаны 2 жерден атып тастайды. Мұның соңы Саваннаның өліміне әкеп соқтырады. 2 жерден жараланған әйел сол орында тіл тартпастай мерт болады. Ал енді Трентке келер болсақ, оның YouTube'қа жүктеген видеосында неге сонша ақталып жатқандығын енді ғана түсінуге болады. Бұл тұрғыда Трент өз әйелін көзіне шөп салғаны үшін жазалағандай болар. Дегенмен де адам өмірі бұл дүниеде ең қымбат. Тағы да айта кетерлігі, байқаған адам үшін Трент видео арқылы балалармен қоштасқандай, қызына да, ұлына да мен сендерді жақсы көремін деп қайталап айтады. Видеоның екінші жартысында Трент ақталуға қайта көшеді. Өзінің әйеліне барлық кінәні жауып, мен жақсы күйеу болдым, Саваннаны ешқашан ренжітіп, оған қол көтерген емеспін. Оның анасына да ешқашан дауыс көтерген жоқпын дейді. Әрине, сонша бұлқан-талқан болып ақталуының себебі полиция түрмеге қамайды деп қорыққан болар. Бірақ Трент ақылды әрі нағыз айлакер адам болуы да мүмкін. Өйткені ол видео кезінде барынша өзін жәбірленуші бейкүнә еркек ретінде көрсеткісі келді. Бірақ бұл бетпердесі
кей сәттерде шешіліп қалып та жатты. Трент жыламсырап сөйлейді, яғни істеген ісіне өкініп жылап тұрғандай. Әйткенмен оның жүзінен жас тамшыларын байқай алмайсың. Оған қоса, ол осындай қайғылы әрі ауыр сәтте тұрса да, камераға қарап шашын дұрыстайды, біресе көзілдірігін шешіп қояды. Яғни қиын ситуацияда тұрса да, түрін ретке келтіруді ұмытпайды. Тренттің бұл қылмысы әрине жабулы қазан күйінде қалмады. Бірер сағаттан соң полиция оны іздеп, ақырында супермаркеттен тапты. Қоршауда қалса да, бұл еркек соңына дейін қарсыласты. Қолындағы тапаншасымен Трент полицияға оқ жаудырды. Мұның нәтижесінде тәртіп сақшылар да қарап тұрмай қарсы әрекет көрсетті. Нәтижесінде Трент 3 жерден жараланып, жедел түрде ауруханаға жеткізді. Оны емдеп, одан соң соттап, лайықты жазаға тартатын болады. Бұл оқиға тура жұрттың көз алдында орын алғандай. Бір қарағанда көзге шөп салу қоғамдағы орын алатын оқиға ғой. Бірақ осы бір дау ушығып, ақырында адам өліміне әкеп соққанын естігенде таң қаласың. Тренттің бірден тапанша алып, әйелін атып тастауы оның эмоцияға берілгіштігі мен қорқақтығында. Алдымен әйелін атады, кейін жазадан қорқып, видео жолдау арқылы өзін ақтауға тырысады. Оған қоса видеода байқасаңыздар, Трент жан-жағына жалтақтай қарайды. Қай кезде полиция келіп қалар екен дегендей. Видео соңында Трент орнынан тұрып, үй ішін бір кезіп келеді. Ванна жақтан бір дауыс естіледі. Осыдан бір қорқынышты ой түюге болады. Мүмкін Трент видеоны әйелін өлтіргенге дейін түсірген болар. Бұл да бір жұмбақ. Бұл бейне сіздерге ұнады деп сенемін. Күдікті ютубердің арнасы туралы сіздің ойыңыз қандай? Тренттің істегені дұрыс па? Астына өз пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар. Қолдау көрсетіп, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше, сіздермен болған Әсия.